Атқару комитетінің төрағасы Ғани Абдиев Қызылорда облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінде болып қайтты. Тілшіміз жиын басынан. Қайырлы күн, құрметті қызметкерлер. Ең алдымен экономикалық қылмыспен күрес жолында ел халықтың алдында адал қызметтерің үшін алғыс білдіремін. Бүгінгі мәселе қаржылық пирамида жайлы болмақ, яғни онымен күрес. Менің ұсынысым қаржылық пирамидамен тек қана күресіп қана қоймай, халықтың сауаттылығын арттыру жолында жұмысты күшейтсек деймін. Көптеген азаматтар мен азаматшалар менің жалпақ тілде түсіндірмелерімді жақсы көреді. Сол себепті бір мысал болсын. Балаларға көп ұрсамыз. Мысалы, бала ойнап жүріп құласа, айттым әні, көзіңе қарап жүрмейсің ба? Қанша айтқанда тыңдамайсың, сауап болды деп ұрсып жатамыз. Ата-аналар үшін қатты таныс сөздерде ойлаймын. Дәл осылай сіздерге ұрсатын адам болмай тұр, құрметті ата-аналар. Пирамидаға алданыстарда жатасыздар. Айтты ғой сіздерге, қақсап жатыр. Пирамидаға жолама, оңай ақша іздеме деп телевизор, газет, журналдан қақылдап жатыр. Вот бір рет қадалдыңыздар, енді жоламайсыздар. Сауап болды сол деп ұрсатын адам жоқ еді, мені айттық. Айналайындар, 90-шы жылдардағы анау Мавродидің кезінен бастап қақсап келе жатыр ғой. Пирамидаға жоламаңдар, пирамидаға жоламаңдар деп қайта-қайта айтып жатыр. Не деген адамсыздар? Сосын мошенниктермен күреспейсіңдер деп біреуді кінәлайды. Күресіп жатырмыз, әңгімесі жоқ, күресіп жатырмыз, бірақ сіздер де өз тараптарыңыздан кішкене әрекет етсеңіздер. Мысалы, адамдар бәрі әдейілеп барып машинаның астына секіріп жатса, оның бәріне скорый қайдан тауып береміз. Өздеріңізде сол жолдың ортасына түсіп алмай, шетімен жүрсеңіздер, машина қақпайды. Сол сияқты өздеріңіз пирамиданы тауып алып қадала бермей, кішкене өздеріңізге қарасаңыздар дейміз. Болмаса Телеграмда байқа пирамида бот деген бот бар, соған тексеріп, пирамида ма, пирамида емес па, компанияны тексеріп алуға болады. Жалпақ тілде айтқанда, мошенниктер ақылды емес. Сол пирамидаға алданып барып, мошенниктарға ақша салатын адамдар, вот сіздер мәгәссіздер, реніштеріңіздерде айтайын. Бала шағаның аузынан жырып, кредит алып, еще туған туысты достарын сол пирамидаға қоса тығып, айдаладағы біреуге ақшаны мәгәстер ғана салады. Осы видеоны көре тұра пирамидаға қосылып тағы да қораға кіресіз бе, онда сауап болды сізге. Сауап. Өздеріңіз білесіздер, менің маңдайыма көк болып тігілген Айбек Мырза деген бар. Соның 5-ші әйелі Кюнет дегенге кіріп, сол мәгәстің кесірінен елімізде 2 мектеп салынбай қалып отыр. Бала шағаның несібесін аузынан жырып, алаяқтарды асырауды тоқтатуға шақырамын. Рахмет. Анара Алаяқова, Надежда Пирамида, ПТК арнасы.